22 қазан күні мектебімізде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған туған елге тағзым 2016 өлкетану зерттеу экспедициясы басталып кетті. Экспедицияның алғашқы күнінде Қараған және Петропавл қалаларынан келген оқушылар мен жетекшілерге қаламыздың рухани байлықтары көрсетілді. Бұл күні Семей ұлылар мекені деген атауға сәйкес қаламыздың көрікті жерлері бойынша шағын экскурсия жасалып, мұражайларға барып қайтты. Бұдан соң қонақтарымыз Абай мұражайына қарай жол тартты. Мұражай басқа қаладан келген оқушылар үшін Абай, оның өмірі мен шығармашылығы, ақын өмірін зерттеуші ғалымдар туралы құнды мәліметтер алды. Оқушыларды қызықтырған мағлұматтардың бірі Абайдың ақын шәкірттері туралы ақпарат болды. Курчатов қаласында экспедиция мүшелері ұлттық ядролық орталықта болып, оның жұмысымен танысып, осындағы ғалымдармен жүздесіп, олардан сұхбат алып, мағлұмат қорын толықтырды. Менің жобам, яғни Семей облысында болған ядролық полигонның ол Қазақстанға экономикалық, саяси, әлеуметтік жағдайынан қалай әсер етті, және де сол жерде тұратын халықтың экологиялық жағдайы және де олардың өмір салты туралы зерттеу жұмысы болған еді. Курчатовте біз термоядролық паркке және ядролық полигонға арналған және де осы уақытқа дейін осы қаһарлы істерлерді қалай қабылдауға болатынын арналған мекемелерге бардық. Осы мекемелер арқылы мен өз жобама көптеген ақпарат алдым. Келесі кезекте оқушылар Семей машина жасау зауытында болып, ондағы құрастырылатын техниканың түрлерімен танысып, олардың қалай құрастырылатын туралы мәлімет жинақтап, өздерін қызықтыратын сауалдарға жауап алды. Оқушылардың ат басын тіреген тағы бір өндіріс орны Ардагер сауда өндірістік компаниясы болды. Аталған мекемеде шығарылатын өнімдер оқушылардың қызығушылығын тудырып, олардың жасалу технологиясымен танысты. Жидебай сапарында жол бойы мектеп көшбасшылары Петропавл және Қарағандылық құрбыларын өздерінің туған жерлерімен таныстырды. Ұлы дала мекендерін тамашалап, Абайдың мұражай үйі мен кесенесін көріп қайтты. Облыс орталығы Өскемен қаласына жасалған сапарда оқушылар қаланы аралап, көрнекті жерлерді тамашалады. Оларды әсіресе Өскемендегі этноауыл мен этномұражай қатты қызықтырды. Қазақстан халық этномұражайында оқушылар елімізде тұратын көптеген ұлттардың салт дәстүрімен танысты. Олар сондай-ақ Казцинк, Үлбі металлургиялық зауыты сияқты ірі өндіріс орындарымен мол ақпарат жинақтап қайтты. Өскеменнен Оралар жолда оқушылар Шүлбі су қоймасына арнайы бұрылып, зерттеу мақсатында су мен топырақтың үлгілерін алды.
Осыдан соң оқушылар өңірді азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырған ірі шаруа қожалықтардың бірі Прежний агрофирмасына аттанды. Тарихмен танысу үшін мұрағат таптырмайтын орын. Сондықтан оқушылар Семейдегі қалалық мұрағат қорымен танысып, өз зерттеу жобалары бойынша қажетті ақпаратты жинақтап, жұмыс жасады. Экспедиция аясында оқушылар Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің зертханаларында өздері алған су мен топыраққа зерттеу жұмыстарын жүргізіп, Семей, Қарағанды, Петропавл қалаларының радиациялық жағдайын салыстырды. Туған елге тағзым экспедициясы TEDx форматында өткізген конференциямен түйінделді. Оған қатысушы әрбір оқушы өз жобасына қаншалықты деңгейде мағлұмат жинай алғанын және өз қаласына барған соң оларды қалай пайдаланатыны жөнінде әңгімелеп, рефлексия өткізді.